жүктілік кезіндегі ісіну кезінде не істей аламыз? Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңда Ақжүніс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог дәрігермін. Егер де осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, подписка жасады, колокольчик басады, егер сұрақтарыңыз болса, комментарий жазуды, ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, иә? Ал кеттік қыздар, біз бүгінгі тақырыпта жүктілік кезіндегі ісіну туралы айтатын боламыз. Жалпы жүкті әйелдердің 80-90%-ында жүктілік қалыпты жағдайда өтіп жатса да, ісіну болуы мүмкін, иә? Бірақ та егер де сізде ешқандай патологиялық жағдайлар жоқ, тек қана жай ғана незначительно деп айтамыз, ісіну болатын болса, ол қалыпты. Өйткені көп әйелдерде соңғы сроктарда, соңғы айларда, соңғы апталарда ісіну болуы мүмкін. Ол неден болады? Өйткені сізде жатырыңыз үлкейеді. Жатырыңыз үлкейген соң, сізде кіші жамбас ағзаларында, жалпы аяқтағы, төменгі жақтағы қан тамырларын басып әсер етеді де, соның нәтижесінде застой болуы мүмкін, яғни қан тамырларынан қан жоғары қарай көтерілмейді. Өйткені сіздің үлкейген жатырыңыз оны төменге қарай басып тұр, аяққа нагрузка түсіріп тұр, соның есебінен әйелде застой болады, сонымен қатар тіндерде су жиналуы мүмкін, отеки болады, за счет того, что сізде еще гормондық өзгерістердің болуына байланысты. Енді қараңыздар, егер де жаңа мен айтқандай, еш нәрсе жоқ, сізде давлениеңіз нормальный, үйректе ешқандай проблемаларыңыз жоқ, давлениеңіз нормальный, зәрде белок жоқ, сондай жағдайлар болып, тек қана отеки болса, это қалыпты. Енді біз қорқатын қандай жағдайлар бар? Қорқуға болатын, сіз бірден тревожный признаки деп айтамыз, яғни қауіпті белгі. Ол қандай? Егер сізде аяқтарыңыздың ісінуі өте обширный болатын болса, как генерализованный деп айтады. Егер сіздің аяқтағы, мына жерде мен суреттерге қойып қоятын боламын, аяқтың ісінуі сіздің аяғыңыз пілдің аяғы сияқты қатты ісіп кететін болса, немесе ісіну резко 2-3 күннің ішінде бірден үлкейіп кететін болса, бірден ісініп кететін болсаңыз, қолдарыңыз мысалы ісінетін болса, бетіңіз ісінетін болса, сонымен қатар кейбір әйелдерде байқамай қалады, өздері білмей жүре беруі мүмкін. Мына іші де ісініп кетеді. Іші как лимонная корочка сияқты асып болуы мүмкін, ішіне сұйықтық жиналуы мүмкін. Отеки на передней стенке живота деп айтамыз, іште де отеки болуы мүмкін. Бұл өте қауіпті жағдайлар, қыздар. Бұл кезде біз не істей аламыз? Сіз егер түнгі уақыт болса, бірден скорый шақырасыз, жедел жәрдем шақырасыз. Егер күндіз жағдай болатын болса, не істей аласыз? Сіз бірден зәріңізді алып келесіз гинекологқа. Өйткені сіз лабораторияға барып, бірінші біз сізде егер де генерализованный отеки немесе бірден қатты ісініп келген аяғыңыздағы отеки болатын болса, бірден біз зәріңізді белокты анықтауымыз керек, міндетті түрде. Сосын сіздің міндетті түрде давлениеңізді өлшеуіміз керек, қан қысымыңызды міндетті түрде өлшейміз. Сонымен қатар, егер де кіші сроктар болатын болса, кіші сроктарда сізде ісіну болатын болса, біз ол кезде де тоже зәрде белокты бірінші тексеріп аламыз. Сонымен қатар сізде бүйректі ультрадыбыстық зерттеуден міндетті түрде өткізетін боламыз, Енді жаңа мен айтқандай, біз ісінудің қандай түрін екеніне мән береміз. Егер де кейбір әйелдерде мынандай жағдай болуы мүмкін, қатты ісініп кеткен кезде әйелдің қан қысымы көтеріліп кетеді, қан қысымы көтеріліп кетеді, зәрінде белок пайда болады. Бұл жағдайда біз әртүрлі ауруларға диагностика жасаймыз. Бізде жүктілік кезінде кездесетін преэклампсия деген заболевание бар. Преэклампсия жағдайы, именно заболевание жүктілік кезіндегі жағдайы. Преэклампсия сол кезде бізде зәрде белок көбейіп кетуі мүмкін, 3-тен көп болуы мүмкін. Сонымен қатар давлениесі 160-тан жоғары көтеріліп кетуі мүмкін. Сонымен қатар зәрінде белок пайда болады, сосын аяқ қолдары ісініп кетуі мүмкін. Оған қосымша жаңағы бас ауруы, тромбоцитопения деген сияқты әртүрлі жаңағы көрсеткіштер қосылады. Бірақ та сіз бұны біліңіз, қыздар, бұл тревожный признаки жатады. Сіз мұндай жағдайда бірден гинекологқа барасыз. Кейбір қыз-келіншектерді мен көп байқаймын, өзімнің практикамда да, өзімнің нелерімде болып жатады. Жүкті әйелдер кейде мән бермейді. Ісініп жүре береді, до того іштері іскенге дейін, аяқ қолдары, бет-аузының бәрі ісіп кеткенге дейін үйінде жата береді. Айтпай қалады да кейде. Енді сондықтан айтып жатқан себептерім, қыздар, егер сондай жағдайлар болып жататын болса, бірден гинекологқа барыңыз. Ал егер сізде давление нормальный, зәріңізде белок тап-таза болатын болса, қолдарыңыз, беттеріңізде ісігі жоқ, тек қана аяқта незначительный отеки болса, бұл қалыпты, одан қорқудың қажеті жоқ.
егер аяғыңыз пілдің аяғы сияқты үлкейіп ісіп кетсе, аяқ қолдарыңыз бет аузыңыз ісіп кетсе, бірден барыңыз қыздар, үйде жатпаңыздар, ол сізде одан сайын асқынып кетуі мүмкін, внутри давлениеңіз көтеріліп кетуі мүмкін, кейін іште баланың шетінеп кетуіне әкелуі мүмкін. Бұның последствиясы өте нашар қыздар, өзімнің практикамда өте жиі кездесетіндіктен бұны мен сіздерге айтып жатырмын қыздар. Сол жағдайларда бірден естеңіздер. Ал егер жаңағындай бүйректе барлығы проблема жоқ, ешқандай ультрадыбыстық зерттеуде, давлениеңіз нормально, зарыңызда ешқандай белок жоқ, тек қана незначительный отеки болса, это нормально, да? Просто біз бұл жағдайда не істей аламыз, чтобы егер одан сайын асқынып баратса, ісік тағы да бақылаймыз. То есть ешнәрсе жоқ, тек қана незначительный отек болса бақылаймыз. Бір аптаның ішінде, 2 аптаның ішінде қайта кеп тұрасыз, давлениеңізді өлшетіп тұрасыз, мочаңызда белокты тексертіп тұрасыз, Сондай жағдайларда біз бақылап отыруымыз керек, сізді бақылауға алуымыз керек. Егер дәрігер ұмытып кетіп жатса, сіз есіне салыңыз, сіз барып тұрыңыз, қайта қыздар. Міне, егер де қыздар менің осы видеоларым сіздерге пайдалы болып жатса, мені қолдауды, лайк басуды, подписка жасауды ұмытпаңыздар қыздар.